Баршаға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі оңай дайындалатын гармошка самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, самса өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бізге қажет ұн, айран, сары май, сұйық май, тұз және де жұмыртқаның сарысы қажет. Барлық қоспаларды қосып болғаннан кейін ұнды салып қамырды илейміз. Қамыр дайын болған кезде таза салафанға салып, тоңазытқышқа 50 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды алып, 2 бөлікке бөліп, оны қайтадан илеп, сосын тағы да салафанға салып 5 минутқа қойып қоямыз. Енді самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі жуаны ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап тураған жуанның үстіне тұз бен қара бұрышты қосып, жақсылап езгілеп аламыз. Сол кезде самсаңыз сочный болып шығатын болады. Ендігі кезекте етімізді қосамыз. Тартылған ет бізде сиырдың еті. Ал енді самсаның қамырын жаюға кірісеміз. Самсаның қамырын өте қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа болып тұру керек. Осы жерді мұқият қараңыздар. Қамырды осылай жайып болғаннан соң қайтадан қамырға оқтауға орап, екі шетінен осылай біріктіреміз. Енді осы қамырды ортасынан тең етіп 2 бөлікке бөлеміз. Содан соң осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Өз қалауыңыз бойынша самсаның формасын кесіп ала бересіз. Қысып тұрған пеште 220 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей самсамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға тіркеліп кетіңіз.